Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 21 күн. Өзіңді шартсыз жақсы көру. Айнамен жұмыс арқылы сіз осы күйіңізде мінсіз екеніңізді және өзіңізді жақсы көру барлық мәселені шеше алатынын түсінесіз. Құтты болсын қымбаттым. Бұл сіздің айнамен жұмыстағы 21 күндік шым-шытырық саяхатыңыздың соңғы күні. Бұл сізді өмірдегі ең үлкен қазынаның бірі өзіңді сүю сыйын ашуға жақындатты. Бұл сапар оңай болған жоқ, білем. Талай сүрінген кездер болды, бірақ сіз онда да табандылық таныттыңыз. Мен сізді мақтан етем. Осы саяхат барысында сіз айнамен жұмыс істеп, сол арқылы өзіңізбен не жайында сөз ететініңізге көз жүгірттіңіз. Ішкі сыншыңызды сабырға шақырып, сізді ренжіткендерді кешіруге, бұрынғы үрей атаулыдан арылуға, ескі сенімдеріңіз бен ескі шаблондарыңыздан құтылуға тырыстыңыз. Осылайша ішіңізден қазына қоймасын аштыңыз. Жалғыз тілегім әр сынақтан емдейтін бір нәрсе бар екені ешқашан ұмытпаңыз, ол өзіңді жақсы көру. Күн сайын өзіңізді одан сайын жақсы көре білсеңіз, өміріңіздің қалай өзгеретініне өзіңіз таң-тамаша боласыз. Әрдайым өзіңізді жайлы сезінесіз. Қалаған жұмысыңызға орналасасыз. Әрқашан қорыңызда өзіңізге қажет қаражат болады. Басқалармен қарым-қатынасыңыз жақсарады, өміріңізге жаңа жақсы адамдар енеді. Сіз курсты аяқтағаныңызбен айнамен жұмысыңыз енді ғана басталды. Бұл күн сайын жасалуы керек жаттығу. Жолыңызды жалғастыра келе жаңа қарсылықтарға кезігіп соққы алуыңыз, тіпті бірнеше айналма жолға тап болуыңыз мүмкін. Бірақ сіз соның бәріне дайынсыз. Өзіңізді қолға алып айнаға қарап сүюге тұратын ғажайып жан екеніңізді еске түсіре аласыз. Сіз осы болмысыңызбен мінсізсіз. Өмірдегі бар жақсыға лайықсыз. Сіз ғажайыптарды тартатын магнитсіз. Әрдайым өзіңізбен бірге айна алып жүріңіз. Айнаның арғы бетінен қарап тұрған сұлу бейнеңізге шын жақсы көретініңізді еске салып отырыңыз. Курстың соңғы күнін аффирмациямен бекітейік. Мен өзіме және жолымда кездескендердің бәріне мейірімді төккен кезде бұл махаббат маған қайта оралады. Кітаптың 167 бетіндегі соңғы сөз бөлімінде өзіңді жақсы көрудің 12 жолын жазып қалдырамын. Олар сіздің соңғы 3 аптада жасаған қажырлы еңбегіңізді еске алып тұрсын. Есіңізде болсын, мен сізді жақсы көремін. 21 күннің айна жаттығуы. Бірінші айнаға барып арғы бетінен қарап тұрған әдемі жанға көз салыңыз. Осы курсты аяқтағаныңыз үшін қолыңызды шапалақтап өзіңізге қошемет көрсетіңіз. Мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен сені жақсы көрем, жаным. Мен сені шын жақсы көрем. Қолыңнан келді. Сен бұл курсты аяқтадың. Мен сенімен мақтанамын. Сен өзің ойлаған барлық нәрсені жасай аласың. Екінші, бүкіл жасаған жұмысыңыз үшін өзіңізге алғыс айтуға уақыт арнаңыз. Мына аффирмацияларды айтыңыз. Бәріне шыдағаның үшін рахмет. Жаңа дүниелерді үйренуге ашықтығың үшін рахмет. Мен сені шын сүйем. Үшінші, айнамен жұмысыңызды жалғастыруға міндеттеме алыңыз. Былай деп айтыңыз. Мен сені ертең қайта жақсы көрем, сұлуым. Өзгерткім келетін басқа салаларды талқылаймыз. Мен сені жақсы көрем. Сен сүюге тұрарлық керемет жансың. Сен тек ең жақсыға лайықсың. Ғаламат күш ішіңізде. 21 күннің күнделік сұрақтары. Курстың басынан бері күнделікке жазғаныңызға бір көз жүгіртіп шығыңыз. Әр сабақты бір шолып өтіп жасаған бүкіл жұмысыңыз үшін өзіңізге қол соғыңыз. Ең үлкен процесс байқалған жетістікке жеткен кезіңізді жазыңыз. Сондай-ақ әлі де көп жұмыс істеуге тура келетін проблемалық тұстарыңызды да тізіп шығыңыз. Кері оралып айнадан көбірек көмек қажет болатын дәрістерді қайталаңыз. Қаласаңыз курс жайлы пікіріңізді менің Facebook парақшамда бөлісіңіз. Енді барып ішіңіздегі балаңызбен ойнаңыз. 21 күнгі жүректегі ойлар. Бәріміз үйлесімді біртұтас әлемнің бір бөлшегіміз. Есіңізде болсын, сіз жер бетінің түкпір-түкпірінде осы әлемді жақсарту үшін тер төгіп жүрген жандардан тұратын қауымның бір бөлігісіз. Біз бүгін бәріміз бірге жиналдық, өйткені бір-бірімізден үйренетініміз көп. Өзімізді сүю жолында еңбектеніп осы тәжірибенің пайдасын көреміз және бірге өсеміз. Біздің таңдауымыз қарым-қатынаста
Біздің таңдауымыз қарым-қатынаста және өміріміздің барлық саласында үйлесімге қол жеткізу үшін бірге жұмыс істеу. Біз керек кезінде дұрыс сөздер айтамыз және әрқашан дұрыс іс-әрекет жасаймыз. Күніміздің әр сәтінде бізге Құдайдың өзі жол көрсетіп, бағыт сілтеп тұрады. Әрбір адам үйлесімді тұтастықтың бір бөлігі. Бір-бірімізді толық және өнімді жолдармен қолдап жігерлендіріп, зор қуанышпен бірге жұмыс істегенде энергияның бірігуі бар. Біз дені сау, бақытты, сүйіспеншілікке толы, шат-шадыман сыйлы, бір-бірін әрқашан қолдауға дайын өзімізбен және өзара тату жандармыз. Солай болсын, солай болады да. 21-ші күннің медитациясы. Қауіпсіз әлем. 21-ші күннің аудиосы. Соңғы 21 күнде көп мәселенің басын қозғадық. Жағымсыз және жағымды нәрселер туралы сөйлестік. Қорқыныш пен өмірден түңілу жайында сырластық. Көбіміз әлі күнге дейін өзімізге қамқорлық жасауды өзімізге сеніп тапсыра алмаймыз. Кейбірімізде адасқан және жалғыздық сезімі бар. Дегенмен біраз уақыт жұмыс істеп көрдік және өзіміздің біртіндеп өзгеріп жатқанына көз жеткіздік. Бұрынғы көп мәселе енді ондай бір сұмдық болып көрінбейді. Өмір бір күнде өзгермейді, бірақ егер табанды және жүйелі жұмыс істесек, сабыр ете білсек, оң өзгерістер міндетті түрде болады. Сондықтан бізде бар энергияны және бізде бар махаббатты басқа адамдармен бөлісейік. Жүрегімізден бөліп бергенімізді басқа жүректерден кері алатынымызды ұмытпаңыз. Адамзаттың бәрін бауырым деп сүю үшін қолдау және қамқорлықпен қабыл алу үшін жүрегімізді ашайық. Осы сүйіспеншілікті көшедегі үй-жайы панасы жоқ жандарға жолдайық. Осы махаббатымызды өмірге ызалы үрей құшағындағы немесе дертті жандармен бөлісейік. Мына өмірді тастап кетіп бара жатқан және ендігі тастап кеткен адамдарға сүйіспеншілігімізді жіберейік. Қабылдасын, қабылдамасын мейлі барлығымен бөлісейік. Бүкіл ғаламшарды, жануарларды, өсімдіктерді және барша жанды жүрегімізде сақтайық. Бізді ренжіткен, көңілімізді қалдырған адамдарды да, біздің жолымызбен жүрмейтіндерді де, тіпті нағыз зұлымның өзі деп жүрген пенделерге де құшағымызды ашайық. Сонда олар мамыражай күйге еніп өздерінің шын мәнінде кім екенін тани бастайтын болар, кім білсін. Бүкіл ғаламда бейбіт өмір орнады, қараңызшы. Дәл қазір сол бейбітшілікке өз үлесіңізді қосып жатырсыз. Жақсылық жасауға мүмкіндігіңіз бар екеніне қуаныңыз. Қаншалықты керемет жан екеніңізді мойындаңыз. Бұл шындық, оған ешқашан күмәніңіз болмасын.